жақсыларды көру үшін берген. Ал екі қолымыз елге көмек беру үшін берілген екен. Ал құлағымыз жақсыларды тыңдау үшін. Ал біздің жүрегіміз батырлардан қорықпау үшін беріліпті. Ал біздің аузымыз, тіліміз ақиқатты айту үшін беріліпті. Ал екі аяғымыз шет жерде жүргенде өз елімізді, туған жерімізді тауып келу үшін беріліпті. Атадан қалған асыл сөз. Ата-бабамыздан асыл мұра болып қалған тілімізді, салт дәстүрімізді, асыл сөздерді өскелең жас ұрпаққа мирас ету. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқыса шығады. Абай атамыз айтқандай, естілердің сөзін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады деген. Осы сөздерді келешек ұрпақтың бойына сіңіру.